Всем привет, достар! Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Және де менің артымда 596 подписчик болыпты, сол үшін үлкен рахмет айтамын. Және де сіздер маған белсенді болған сайын мен де сіздерге видеолар жиі шығарып тұратын боламын. Жалпы қазіргі таңда мен 9 сыныпты қызылға бітірдім. Сонымен қатар жұмыс жасап жүргендіктен екі жақта үлгермей жатқан болатынмын. Ал енді қазіргі менің видеом өздеріңіз көріп тұрғандай, қазіргі таңда мен жасым 16-та, өздеріңіз білесіздер, и 12-15 жасар қыздарға айтар мини кеңесімді, кішігірім кеңесімді қабыл алыңыздар. Жалпы бұл кеңестер өзімнің өмірімде қажет былайша пайда болған, сол үшін қолданылған, сол үшін де сіздерге осы кеңестерді кішігірім айтқым келеді. Так, ал енді жалпы бұл видео бізде подкаст ретінде бір жерде жұмыс істеп жүріп тыңдай берсеңіздер болады. Алынша бастайық. Ең алдымен 12-15 жасар қыздарға айтарым, ол өзіңіз ақша табатын қабілетті дамытыңыз деген береді. Яғни ақша табу арқылы сіз былайша ата-анаңызға тәуелсіз боласыз. Яғни өзіңіз табыс табу арқылы өзіңізді дамытасыз жан-жақты. Яғни бір керек салам, мысалы қазіргі таңда тек даяшы болу емес, қазіргі таңда көбісі жұмыс істесе керек, даяшы университеті подростктар, бірақ ол дұрыс емес қой. Қазіргі таңда СММ, мобилография, тағы да бір көп таргетолог деген сияқты жұмыс бар. Олар қазір сұранысқа ие да, и поэтому сіздерге айтамын, өздеріңізге ақша алып келетін жұмыс жасап, соның курсын оқыңыздар. Ол білімге құйған инвестицияларыңыз міндетті түрде қайтатын болады болашақта. Соны сіздерге айтқым келеді. Жалпы бұл кеңес ең бірінші кеңес деп ойлаймын. Екінші кеңесім ол блог жүргізіп бастаңыздар дегім келеді. 12-15 жасар қыздар мүмкін блогқа қызығуы мүмкін, мүмкін қызығушылықтар жоқ болуы мүмкін, бірақ та қызығушылығы бар қыздарға айтарым, ертерек бастаңыздар, себебі блог жүргізу арқылы сіз жаңа орта табасыз, өзіңіздің жаңа оқырмандарыңыз табасыз. Мен осы блог жүргізу арқылы сіздерді, менің отбасымды, былайша айтқанда жаңа отбасымды тауып жатырмын. Сіздер менің екінші отбасым сияқтысыздар. Көптен бері сіздерге былай ашылып әңгіме айтпадым, поэтому сіздерге осылай ашылып бүгін әңгіме айтайын деп шештім. Үшінші кеңес бұл бізде өзіңізге жаңа білім алуды ұмытпаңыз. Яғни ол білім, яғни бағана айттым ғой, білімге құйған инвестицияңыз ол міндетті түрде 2-3 еселеп қайтады, және тәуекел жасаудан қорықпаңыздар дегім келеді. Осы подросток жастарда бір нәрсе оқығысы келеді, бірақ ата-аналар қарсы болуы мүмкін, оқымай қой деуі мүмкін, бірақ та ең бастысы өзіңіздің қалауыңызды өзіңіз жасаңыз. Мейлі ата-анаңыз білуі міндетті емес қой, ең басты өзіңіздің армандарыңызды, мақсаттарыңызды орындауға әрекет жасаңыз, тәуекелден қорықпаңыз. Сонымен қатар қазір іштегі былайша айтқанда жатқан кішігірім бір кеңесімді айтып кеткім келеді. Жалпы сіздерде мүмкін құрбыларыңыз, дейікші достарыңыз жоқ болуы мүмкін, немесе бар болып артыңыздан сөйлеуі мүмкін, бірақ ондай достармен араласып қажеті жоқ. Неге? Себебі өз ортаңыз, сіздің ортаңыз таза дамушы орта болғаны жөн. Егер сіздердің орталарыңыз былайша айтқанда, сіздің ортаңыз сіздің айнаңыз дейді ғой. Сол үшін сіздерге айтамын, қазіргі таңда егер сіздерді біреу жамандап, сондай бір нәрселер болып жатқан жағдайда, ондай достармен бетіне күліп қойып араласудың қажеті жоқ. Яғни өз ортаңызды дұрыстаңыз дегім келеді. Келесі кеңесім ол қателік жасаудан қорықпаңыз дегім келеді. Яғни сіздерде бір қандай осыған дейін жұмыс жасап көрдіңіз, бірақ біріншіде қателік болып сәтсіз шыққан болса, онда қорықпаңыздар. Қателік жасау арқылы сіздер өмірге бейімделесіздер. Сол үшін де жаңа адамдармен танысуға ұялмаңыздар, қателік жасаудан қорықпаңыздар дегім келеді. Сонымен қатар денсаулық жағына да келетін болсақ, өзіңіздің денсаулығыңызды жақсылап тұрып, былайша айтқанда өзіңіздің денсаулығыңызға қараңыз. Денсаулық ең басты байлық қой, біздің дене мүшемізге берілген. Әрбір біздің саусағымыз болсын, біз оған жауаптымыз, яғни. Сол үшін де өзіңіздің денсаулығыңызға қараңыз. Әр жыл сайын тексеруге барып тұрыңыз. Дәрілер алып өзіңіздің денсаулығыңызды қарауға кеңес беремін. Және келесі ол бізде спортпен айналысу. Сонымен қатар спортпен айналысу арқылы сіз күніңізге энергия алатын боласыз. Сонымен қатар бір қыз баласына да мен ойлаймын, что жинақы әдемі болып былайша айтқанда көрініп тұрады. Егер спортпен айналысса, бір жағынан дене бітіміне де өзіне де жақсы болады, киім таңдағанда да былайша айтқанда. Сол үшін де спортпен айналысуды қолға алыңыз. Ол біріншіден денсаулыққа пайдалы, екіншіден сіздің қалауларыңызға да пайдалы болады.
Жетіншіден, бізде сонымен қатар фастфуд жеуді азайту керек, яғни дұрыс тамақтану. Мен айтпаймын, мен қазірдің өзінде керемет дұрыс прям пупыдамын деп айта алмаймын, бірақ та сіздерге кішігірім кеңесім, прям фастфудтың бәрін жемеңіздер деп айтпаймын, кішігірім азайтып, аз мөлшерде жеңіздер. Оның өзі денсаулыққа зиян тигізеді. Мен бірақ фастфудты өте көп жемеймін, сол үшін де сіздерге кеңес беремін. Ең соңғы кеңесім бұл: көп қыздарда қазір мынандай проблема болуы мүмкін. Мысалы, мен арықтағым келеді деген подросттарда болады, чтобы менде әлі подросттан бүйтіп өсіп кеткен жоқ, білемін, бірақ та бұл өткен жағдай болғандықтан сіздерге айтқым келеді. Мүмкін сіздер бір какой-то бір дәрілерді ішулеріңіз мүмкін, может быть, арықтау үшін, да, бірақ арықтау үшін ешқандай дәріні ішудің қажеті жоқ. Бір нәрсе айтатын, ешқандай диетаның да қажеті жоқ. Просто өздеріңізді шектемеңіздер. Аз-аздан, бірақ өздеріңіздің қалауларыңызды жасаңыздар. Когда сіздің мысалға сағат 1 мен обед ішуім керек емес, нақты өзіңіздің қарныңыз ашқан кезде тамақтаныңыздар. Яғни уақытпен прям істеудің қажеті жоқ. Просто так өзіңіздің қалауларыңызды жасау арқылы ешқандай диетасыз өзіңізді денсаулығыңызды құртпай-ақ арықтай аласыздар. Соны айтқым келеді. Жалпы осымен менің кішігірім видеом аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, осы жазда бұйыртса 1000 подписчикке жеткім келеді. Сол үшін де сіздер жеткізіп, бұйыртса тастаңыздар дегім келеді. Бұйыртса мен сіздерге А-сынып және 9 сыныпқа байланысты сіздерге жаңа видео түсіретін боламын. Күтіңіздер.